Сәлем қыздар, ерекше дәмді морковный пирог дайындаймыз. Жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп қойыңыздар. Ұнымыз бен қантымыз салынған ыдысқа 2 жұмыртқамызды, грек жаңғағын, разрыхлитель, сода, тұз және корицаны саламыз. Үккіштің ең майда көзінен өткізілген сәбізімізді қосамыз және сұйық майымызды салып, миксермен бір келкі масса болғанша араластырып аламыз. Бір келкі масса болды, тестамыз осымен дайын. Енді начинкамызға көшеміз. Ол үшін творожный сыр, қант, крахмал және бір жұмыртқаны жақсылап араластырып миксерлейміз. Решеткамыздың үстіне фольга төселген формамызды қойып аламыз және көзіміздің мөлшерімен тестамыздың көп бөлігін астына жібереміз. Шамамен 70% теста пирогтың астыңғы бөлігіне кетеді. Тестаны жақсылап жайып алғаннан кейін кондитерский мешокқа кремімізді салып, ортасына ғана жағып шығамыз. Маңызды момент, қыздар, крем шеткі жағына жағылмау керек пирогтың, себебі пісу барысында крем ағып кетуі мүмкін. Сондықтан аккуратно ортасына ғана орналастырамыз кремімізді. Жақсылап тегістеп алғаннан кейін тестамыздың қалған кіші бөлігін осы кремнің үстіне орналастырып, оны да жақсылап тегістеп шығамыз. 170-180 градус алдын ала қызған пешке пирогымызды 50 минутқа қойып пісіріп аламыз. Осы пирогты кремсіз де дайындауға болады, бірақ креммен әрине ерекше дәмді шығады. Дайын болған пирогымызды бөлме температурасында салқындатамыз. Содан кейін барып қана 3 сағатқа холодильникке жібереміз. Кемінде 3 сағатқа. Ал егерде кремсіз жасалған болса, пирог онда бірден жей беруге болады. Өте дәмді пирог, қыздар. Өз басыма өте қатты ұнады, сондықтан жасап көріңіздер. Алла тағала істеріңізге береке берсін. Астарыңыз дәмді болсын, жақындарыңызды қуантыңыздар.